Саламатсыздар оқушылар, бүгін біздер жай бөлшектерді қосуға есептер шығарамыз. Яғни мынандай бөлшек берілсін. 3 бөлшек берілсе қалай шығарамыз? Ол үшін кәдімгі 3 бөлшектің бөліміне назар аударамыз. Яғни мына жерде бөлімдері 5, 9, 3 болып тұр. Олардың ең кіші ортақ езелігі 45. Сондықтан бұл өрнектің ортақ бөлімі, яғни 45-ке тең болады. Енді 45-ті 5-ке бөлем. 5-ке бөлген кезде 9 шығады. 45-ті 9-ға бөлем 5 болады. 45-ті 3-ке бөлем 15 болады. Үшеуін қосамыз. 9 жердегі бірім 9 көбейтілген 1 деп жазайын. Қосу 5 көбейтілген 1. Қосу 15 көбейтілген 1. Тең болады. 45-ті сол күйінде жазып қоямыз. 9 жердегі бірім 9, 5 жердегі бірім 5. 15-ті бір көбейткенде 5 болады. 15 болады. Сонда 29 болып тұр. Қысқармайды. Жай бөлшек осылай қалады. Енді екінші мысал. Азайту бар болса қалай етеміз? Ортақ бөлімі. 6, 8, 4-тің ортақ бөлімі ол 24. Арғатай. 24-ті 6-ға бөлем 4-тен кет. 24-ті 8-ге бөлем 3-тен кет. 24-ті 4-ке бөлем 6-тан кет. Сонда 4 жердегі 5-ін былай жаза келді. 4 көбейтілген 5 қосылған 3 көбейтілген 3. Азайту арасында мына жерде азайту болғандықтан 6 көбейтілген 1 болады. Тең болады. 24 төгін жазып қоямыз. 4 жердегі 5-ім 20 болады. 3 жердегі 3-ім 29 болады. 6-ын бір көбейткенде 23 болады. 23, 24-те 23. Осылай шығарамыз. Ал енді біздерге жай бөлшектерге қатысты теңдеу беру мүмкін. Мысалы мынандай. X қосылған 12-ден 7 тең болады 4-тен 3. Бұл жерде біз 12-ден 7-ні, яғни сандарды оң жаққа шығарып аламыз. Яғни сандар сан жаққа көшіп барады. Сонда қараңыздар, мына жерде қосу болғандықтан ол екінші жаққа барған кезде ол мінестен басымен барады. Сонда X тең болып тұр 4-тен 3 минус 12-ден 7. Енді арғатай. X тең болады 4-тен 3-тен 3 пен 12-ден 7-дің екеуінің ортақ бөлімі ол 12 болады. Жазып қоямын. Мұнда тоқтауыш көбейткіш 3-тен кет, мұнда 1-ден кет. Мұнда 3 жердегі 3-ім, или былай жасаға 3 көбейтілген 3 минус 1 көбейтілген 7. Сонда X тең болып тұр 12-ден 9 минус 7 2 болады. Сонда екеуі қысқарады. 12 мен 2 мынаған 6-тан кет, мынаған 1-ден кет. Сонда X тең болып тұр 6-дан 1-ге. Яғни бүгін біз осындай есептерді шығаратын боламыз.